Сәлем достар, алдыңғы видеода көрсетілген роза гүлдердің жапырақтарын жасаймыз. Мен екі түрлі жасыл түсін алдым. Ең алдымен лентамызға тесігі үлкен инемізді алып, видеода көрсетілгендей етіп сабақтаймыз. Ал лентаның соңын осылай күйдіріп түйіндейміз. Енді розаның қасына жапырағын тігеміз. Астынан матадан лентаны шығарамыз. Лентаны шығару оңай болмайды, осылай күш сала отырып шығару керек. Осылай қолымыздың көмегімен жапырақтың формасын шығарамыз. Кішкене лента қалдырып, видеода көрсетілгендей етіп, жапырақты томпитамыз. Енді жапырақты матаға орналастырамыз. Ол үшін видеодағыдай лентаның үстінен осылай тігеміз. Осылай лентаны астынан жай-жай тартып отырамыз. Сол кезде лентамыз қайырылып, жапырақтың ұшы әдемі болып шығады. Міне біздің жапырағымыз дайын. Жапырақтың қай жерде қалай орналасу, ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне тағы бір жапырақ жасайық. Лентамызды шығарып, осылай томпитып, жапырақтың орнын таңдап, видеода көрсетілгендей етіп, осылай лентаның үстінен тігеміз. Және де осылай асты жағынан жай-жай тартып отырып, жапырақтың ұшын әдемі етіп шығарамыз. Міне біздің екінші жапырағымыз да дайын. Ал артқы жағын әр жапырақты жеке-жеке осылай күйдіріп отырып түйеміз. Келесі видеода осы гүлдеріміздің картинасын жасаймыз. Лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Картинаны бірге жасайық. Сіздермен болған Асия.